Абай Құнанбайұлы қара сөздерінің көпшілігін өз халқының кеселді мінездерін сынауға арнаған. Сын түзелмей, мен түзелмейді дейді халық даналығы. Абай үшін қазақ қоғамындағы барлық мәселе маңызды. Халықтың күнделікті тұрмысындағы қарапайым әдеттерден бастап, тұтас өмірлік философиясын талдап, таразылайды. Мәселен, 33-ші қара сөзінде мал керек болса, қол өнер үйрену керектігін айтады. Мал бір жұттан қалмай қырылып қалуы мүмкін, ал өнер, қол өнер еш уақытта жұтамайды. Абай қазақ арасындағы қолынан іс келетін кейбір адамдардың бойынан 4 түрлі кеселді байқағанын айтады. Бірінші, өнер арттырайын деп ізденбейді, білген қанағат тұтып, талапсыздық танытады. Екінші, еріншектік пен кербездікке салынады. Үшінші, қу тілге алданып, мақтан қуып кетеді. Төртінші, тамыр таныстықтың жөнін білмей, ақыры өзі борыштанып қор болады. Абайдың айтуынша 10 саусағынан өнер тамған адам өзінің адал еңбегімен мал тауып күн көрсе, қазақтың әулиесі сол екен. Бірақ оның түсіне алмайтын бір нәрсесі, сол адамдар Құдай берген дарынды дұрыс пайдаланып, адал ғұмыр сүруге неге тырыспайды? Өз біреуді алдай жүріп, өзі де алдаңғыш болатын несі? Бұл қара сөз арқылы Абай халықты алдауды кәсіп қылмай, еріншектік пен мақтанға бой алдырмай, адал еңбек пен мал тауып күн көруге, қол өнер үйренуге шақырады.